Hoş kelipsizler, жақсы келіпсіздер, алып отырыңыздар. Тауықтың етінен алып отырыңыздар. 11 немерем бар. Ой, бәрекелді. Аман болсын, жақсы. Ал бір үйге келіп қалған екенсіздер. Тауық сорпасы ғой. Алсаңыздар, ала отырыңыздар. Рахмет. Жеп отырмыз енді. Алсаңыздаршы. Алыңыздар. Әлде жұмыртқа қуырып жіберейін ба? Ойбай, керек жоқ. Әуре болмай-ақ қой. Біз азанмен ыстық ас ішпеуші едік. Рахмет айналайын. Онда мына тауықтан жасалған колбасадан алыңыздар. Жоқ, рахмет. Мына қатар тауықтан, мына қатар үндіктен жасалған. Алыңыздар, жеңсік асы ғой. Ауылда әбден қазғарда ет жеп ығыр болған шығаршылар. Бұл жеңсік ас, жеңіздер. Жеңіздер. Тауықтың өнімінен бар. Жаңа ғана фабрикаларыңыздан шығып атқандар. Бәрі таза өнім. Керемет, жақсы екен. Біз енді Саконай жаңағы құс фабрикасының бастығы болғаннан кейін күнде жеп жүрміз. Сіздерге жесін, дәм татсын деп атқаным ғой. Рахмет айналайын. Рахмет айналайын. Салаттан алыңыздар, тауықтың еті қосылған. Бітер істің басына жақсы келер қасына дейді ғой. Апа көкесіздер да жақсы келдіңіздер. Біздің үйде бүгін үлкен той. Кешке қалыңыздар. Кеше Саконай марапат алған 25 жылдыққа. Құтты болсын. Кешке тойлайық, бірге соны қалыңыздар үйде. Соған қуанып жатырмыз. О, қандай марапат? Сол еңбегі еленіп, кеше бір мақтау қағазымен марапатталған. Құтты болсын. Сияқысы тағы бар. Рахмет. Рахмет өкіметке. Сонда ол ана тауық фабрикасында не істейді? Енді тауықтың фабрикасында жұмыс істеген екен, ол тауық бағады ғой. Соған. Сонда ол тауық фабрикасында тауық баға ба? Иә, тауық бағады. Кешке уақыттарыңыз болса үйде қалыңыздар, соны бірге тойлайық. Бәрекелді. Ол қандай марапат? Ойбай-ау, ата, марапатымен қосып сияқысы тағы бар. Баяғыда құрдасым-ау, баяғыда ана біз есіктің алдына шығып төп тауықтарды шақырып, бір тостақ жемді шашып жіберіп кететін едік. Сол да бір еңбек болған беді. Біз баяғыда бізді айтсайшы, баяғыда мал бағып, шөп шауып, егін егіп жүрген едік. Ой, сонда да біздің мына еңбегіміз бағаланбады. Ешкім бізге рахметті айтқан жоқ. Тауық баққанға да рахмет айтып отыр ғой. Бірақ сіздер бұлай қорламаңыздар бізді. Тауық баққанның өзі оңай шаруа емес. Сіз жай тауық бағушы демеңіз. Сіз айтқандай, біз қолменен жем шашпаймыз. Тауықтарды айқайлап шақырмаймыз. Жемді қолмен шашпаймыз. Қазір дамыған техникасы бар заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Бәрін техника атқарады. Автоматтандырылған. Автоматтандырылған? Ай, сонда анау марапатты сол техникаға берсе қайтеді? Иә, соны сөйтсе автоматтарға беру керек. Иә, дұрыс айтасың. Апа, шайдан алып отырмыз. Сол баланың арқасы ғой әйтеуір осы. Бізді асырап отқанда нағып отқан сол Сәкентайдың арқасы. Бәрекелді болысына рахмет, өз еңбек қор ғой. Ассалаумағалейкум. Қалай жақсы жеттіңіздер ма? Жақсымай, ауыл аймақ аман есен. Рахмет, қалай? Демалып отыр екенсің, ұйқыңды бұзбай. Көбір әңгімелеріңізден оянып кеттім. Кеше ана елбасынан медаль алған. Марапатың құтты болсын. Қасымдағы бір жүгірмекте шай ішіп деп қоймаған соң. Шай ішіп қайтқан түріміз ғой. Жақсы демалған. Тәңбе қараңыз, асқа қараңыздар. Әңгімелердің шет жағасын естіп қалдым. Өздеріңіз көзбен көріп, қолмен ұстап көрмегеннен кейін бүгін уақыттарыңыз болса, ол жерде қалыңыздар, қонақ болыңыздар. Кен ас асылады. Жүріңіз, сізді мен тауық көргізіне етіп апарайын. Жақсыны көрген. Барасыз ба сол жаққа? Иә, барып көріңіздер. Барып қайтайын, көрген жақсы. Дұрыс. Жүріңіз онда кешке. Уақыт өткізіп, тауық фермасына арнап қайтайық. Жақсыны көрмек үшін деген. Барсақ барып қайтайық, көрген дұрыс қой. Барып көріңіздер. Дұрыс, көрген дұрыс. Барсақ барып қайтайын мен. Иә. Құрдасымды да барыңыз. Иә. Өзім барсам да болады, өзім барып қайтайын. Барыңыз енді. Ол бармайды. Ертпейді мені өзім. Бармайды. Құрдасы өмірі ертпейді мені. Ертіп барыңыз енді. Енді оны көрерміз енді.
Жұмыстарыңды оңайлауға болмайды екен. Мынандай жайнап тұрған техникамен жұмыс істеу деген екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бәрекелді, рахмет. Көке, дұрыс айтасыз. Біздің жұмысшы қыздарымыз тек өзінің жұмысын атқарып қана қоймай, осы жұмыстан да тыс талант иелері, Өнерлер де бар ғой. ішінде өнерлер де бар. Әрине Өзің. енді біз тек осы жұмыс жасамай-ақ, Иә. арасында ән де айтқан кездеріміз болады. Ал ондай болса, көке, мен сізге қарап тұрғанша бір ән орындап берейін сізге. Сөйте ғой. Даланың гүлдері шешек жарған, өзіңді аңсатып барады. Көктемдей жайнайды асыл арман, ел салғып самалдың шарабы. Өмірдің сәніне сен болмасаң, әнім боп шырқайсың сен қашан. Әлде сен жырмасың, еркелеп жүрмесің, сырмасың жүректі шарпыған. Әлде сен жырмасың, еркелеп жүрмесің, сырмасың жүректі шарпыған. Аяулым қыз болып сен тумасаң, алтын таң ағарып аппастай. Аяулым күлімдеп сен тұрмасаң, аққуда сыңарын таппастай. Өмірдің сәніне сен болмасаң, әнім боп шырқайсың сен қашан. Әлде сен жырмасың, еркелеп жүрмесің, сырмасың жүректі шарпыған. Әлде сен жырмасың, еркелеп жүрмесің, сырмасың жүректі шарпыған. Әлде сен жармасың, еркелеп жүрмесің, сырмасың жүректі шарпыған. Әлде сен жармасың, еркелеп жүрмесің, сырмасың жүректі шарпыған. Әлде сен жармасың, еркелеп жүрмесің, сырмасың жүректі шарпыған. Әлде сен жырмасың, еркелеп жүрмесің, сырмасың жүректі шарпыған. Сырмасың жүректі шарпыған. Бүгінгі күні біз өнімнің, күркетауық етінен өндірілетін өнімнің түрін 80-нен асырдық. 80-нен астам өнім. Мынау шұжық өнімдері де шыға бастыр. Терең өңдеу дейді. Және де мына дәм диет өнімдері, деликатесный продукция дейді. Орысша. Ал енді жалпы өнімнің түрін алдағы уақытта біз енді 100-ден асырамыз деген бағытымыз бар. Осы бағытта біз жұмыс жасап жатырмыз. Және де шығарылып жатқан өнімнің
мына 60%-дан астамы осы ішкі нарықта. Себебі біз ішкі нарықты толық қамтамасыз етіп отырмыз деп айта аламыз. Оның ішіндегі ішкі нарықта ең бірінші біздің мынау жоспарымыз Астана қаласының тұрғындарын осы дәмді етпенен, көкетауық етімен қамтамасыз ету, оның түрлі өнімдеріменен. Себебі өздеріңіз білетін, тікелей телекөпірлі елбасының тапсырмасы әрдайым біздің есімізде Астана туралы. Сондықтан биылғы жылы Астана халқына біздің 1200 тоннадан астам осы күркетауық құсының түрлі етінен өндірілген өнімдер, етінен жасалынған түрлі ассортименттер жеткізілді. Астана халқы күннен күнге сұранысы жоғарылап келе жатыр. Оны да қамтамасыз етуге толық мүмкіндік бар. Жалпы біздің жетістігімізбен бірге мынау даму үрдісінде келе жатқандықтан біздің ұжым ең жас ұжым болып саналады. Себебі қызметкерлеріміздің өз жастар. Осы жастарды мынау білім алуда, ары қарай тәжірибеден өтуде білім алған жастарды мамандар даярлауда да біз өзімізге осы жастарды көптеп тартып келе жатырмыз. Сондықтан бүгінгі келешек тәуелсіздігіміздің 25 жылдығынан елімізді, облыс халқын және де барлық әріптестерді үлкен жеңістерменен, жетістіктермен құттықтай отырып, осы жастарды ары қарай біз мәңгілік елге елімізді айландыру үшін тәрбиелесек деген өзімнің ойым бар. Осы бағытта біз әлі жұмыс жасаймыз. Және де осы тәуелсіздігіміздің бүгінгі 25 жылдығынан барлықтарыңызды құттықтай отырып, сіздердің отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, қызметтеріңізге жеміс тілеймін. Осы алдымыздағы жылда сіздерге тек қана жетістіктерменен, денсаулықтарыңыздың мықты болып, отбасыларыңыздың амандық болып, мынау біздің елімізді мәңгілік елге айландыру үшін табысты жұмыс жасайды деген тілегім бар. Алдымызда келе жатқан осы жаңа жыл тек қана құт береке әкелсін.